Сәлем достар, бүгін сіздерге Түркияның ең танымал актері әрі модель Кенан Имирзалы-оглы туралы видео дайындадым. Көптеген сериалдар мен фильмдерде басты рөлдерді сомдаған актердің жеке өмірі, балалық шағы мен фильмографиясы қандай? Жұбайы, бала шағасы бар ма? Нені жақсы көреді? Осы сұрақтардың барлығы бүгінгі видеода қамтылған. Көруді бастамас бұрын видеоға лайк басып қоңырауды баса салыңыз. Түк те қиын емес қой. Ал кеттік ендеше. Кенан Имирзалы-оглы түрік актері, модель, ұлттық және халықаралық модельдік байқаулардың жеңімпазы. Ол Эзел және ұзақ әңгіме телехикаяларында басты рөлдерді сомдаған соң туған жерінде де, басқа елдерде де танымал болды. Балалық шағына келетін болсақ, актер Анкара маңындағы Учем ауылында дүниеге келген. Отбасының кенжесі. Ағасы Дервиш пен әпкесі Ясмин кішкентай інісінің дүниеге келуіне қатты қуанған. Бір қызығы, Кенан таң қаларлықтай сымбатты болып өсті, және бұны айналасындағылар да байқамай қойған жоқ. Бастауыш білімді туған ауылында алған. Кенан 12 жасқа толғанда оның отбасы ел астанасы Анкараға көшіп келеді. Ауыл баласы астаналық мектепте еш сасқан жоқ. Керісінше, жаңа ортаға тез үйреніп, өзін өзі жақсы ұстайды. Сабақты да керемет оқиды. Әсіресе математика мен нақты ғылымдарға қызығушылығы ерекше болды. Жігіттің бойы 192 сантиметр. Оның бойшаңдығы баскетбол командасына жол ашты. Мектепті бітіргеннен кейін Имирзалы-оглы екінші рет Стамбул университетіне түсіп, математика факультетін таңдады. Университет қабырғасында жүргенде-ақ Кенан достарының ұсынысымен модель болып жұмыс істей бастады. Оның сымбатты әрі көрікті келбеті осы жолмен жүруге толықтай мүмкіндік берді. Содан кейін шоулар мен фотосессиялар кезінде сымбатты жігіт өз бағын актерлік өнерде де сынап көруге бел буды. 1998 жылы университетті бітіргеннен кейін Кенан Имирзалы-оглы қайтадан университетке түсті, бірақ бұл жолы математикаға емес, өнерге қызығушылық танытты. Сол кездің өзінде Кенан өзінің болашағы сахнамен, түсірілім алаңындағы жұмыспен байланысты болатынын білген. Кенанның модельдің мансабы да өрге басты. 2000 жылдардың басында жас жігіт 2 сұлулық байқауының жеңімпазы атанды. Біріншісінде елде, екіншісінде әлемдегі ең үздік модель атағын алды. Модельдік байқауларда жеңіске жеткеннен кейін түрік режиссерлері сымбатты жігітке ерекше назар аудара бастады. Сериалға түсуге шақыртып алды. Алайда ең алғашқы рөлі оған сәттілік әкеле қоймады. Актер 4 жыл бойы Жынды жүрек мелодрамасында ойнады. Ұзақ уақытқа созылған сериал жас актерді әбден шаршатып жіберді. Ал Кенан болса қызықтырақ жобаға ауысқысы келді. Барлығы Кенан қалағандай болды да, актерға Жабайы жүрек, Бумеранг тозағы атты жаңа мелодрама түсу ұсынылды. Рөлдер бірінен соң бірі жалғасты. Олардың көпшілігі түрік сериалдарындағы туындылар болды. Жыл сайын актер жаңа жобада пайда болды. Атап айтқанда Ымырт, Өмір азабы, соңғы Осман Яндымали, Эзел. Бұл фильмдердің барлығы 2011-2015 жылдар аралығында жарық көрді. Әрбір картина алдыңғыға қарағанда танымал болды. Актердің даңқы мен қаламақысы да тез өсті. Әсіресе Эзел жобасы жоғары бағаланды. Фильм Еуропа елдерінде көрсетіліп, Кенан Имирзалы-оглыға дүние жүзілік даңқ келді. Кенанның кейіпкері жалған айыппен түрмеге жабылған қарапайым ойлы жас Өмер. Оқиғаны ой елегінен өткізген Өмер жақындарының өзіне опасыздық жасаған түсінеді. Жас жігіттің мақсаты кек алу, ал өзі суыққанды кекшіл Эзелге айналады. Фильм шыққаннан бері актер Түркиядағы ең жоғарғы жалақы алатын әртістердің қатарында. Көп замай актер бұрынғы тұтқындардан босатылған маньяктардың арасынан құрбандарын таңдаған сериялық өлтіруші туралы Айдахар жолы криминалдық триллеріне шақырылды. 2012 жылы Кенанның қатысуымен отанына оралған блогер текті түрік туралы ұзақ әңгіме драмасы шықты. Фильм көрермендерді 70 жылдарғы Түркияға апарады. Кенан сол дәуірдің рухын, ақкөңіл мінезін органикалық түрде жеткізе білген. Фильм Түркия мен Германияның кинотеатрларында да көрсетілді. Актер қатысқан тағы бір көп жылдық жобалардың бірі Қара ағай, басқа аты Қарадай криминалдық драмасы. Қазіргі таңда дәл осы сериал ұлттық арна эфирінде Қилы күндер атауымен беріліп жатыр. Экшнге толы фильм 2012 жылы шығып, 2015 жылға дейін жалғасты. Имирзалы-оглы басты кейіпкер Махирдің рөлін сомдады.
Актердің жеке өміріне тоқталатын болсақ, бүкіл мансабында жанкүйерлерінен тапшылық көрген емес. Бүкіл Түркия ғана емес, басқа елдің көрермендері де актерға ғашық болған сияқты. Әсіресе қыздар жағы. Кезінде актер сұлу әріптесі Зейнеп Беширлермен романтикалық қарым-қатынаста болған. Алайда жұлдызды жұп некелескен жоқ. Әдемі жұп айырылысқаннан кейін Кенан модельдер мен актрисалардың ортасында жиі көрінетін. Бірақ соңында түрік киносының жұлдызы, өзінің әріптесі, танымал түрік актрисасы және модель Синем Кобайды таңдады. Үйлену тойы 2016 жылы өтті. Кенан бала күніндегідей үлкен отбасы болуды армандайды және арманы орындалып та келеді. Актердің сүйікті жұбайынан 2 қызы бар. Кенан Имирзалыоглу заманауи технологиялардан алыс, сондықтан әлеуметтік желілерге, соның ішінде Инстаграмға немқұрайлы қарайды. Оның тіпті жеке парақшасы да жоқ. Жанкүйерлер актердің суреттерін тек қана оның ресми сайтынан ала алады. Кенан бос уақытын орманда және тауда өткізгенді ұнатады. Ол жерде жанкүйерлердің назарынан және қарбалас жұмыстан демалады. Кітап оқығанды және музыка тыңдағанды да жаны сүйеді. Кенан өзінің жеке өмірі туралы сұрақтарды жек көреді. Жеке аумағын қызық бейтаныс адамдардан қорғайды. Ол діндар, сондықтан үнемі қасиетті Құранға жүгінеді. Актер бала кезінен анасының ақыл кеңесін тыңдаған. Оның айтуынша, ананың жүрегі әйелге ұлының ерекше тұлға болатынын үнемі айтып отыратын. Достар, осымен бүгінгі видео тамам. Сіздерге ұнады деп сенемін. Олай болса, лайк басып, каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Айтпақшы, сіздерге Кенан Имирзалыоглуның қай рөлі көбірек ұнайды, комментке жаза кетіңіз. Алда Бергузар Корел туралы видео әзірлеймін. Жіберіп алмас үшін қоңырауды баса салыңыз. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жумалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.